өлеңдердің қызықты әлеміне барып, өзіміз сол тапсырмалармен танысқалы отырмыз. Қазақ халқының ою-өрнектері өте көп, 200-ден астам түрлері бар. Осы ою-өрнектердің сырларын ашамыз. Балалар, ол үшін сендер ынтамен тыңдап, ойымызды толық айтып, жауап берулерің керек. Кім тапсырманы дұрыс орындайды, олар өздеріне астық алып, ұпай жинайды. Дайынсыңдар ма? Иә! Онда орнымызға отырайық, балалар. Балалар, электрондық хат келді. Не бар екен? Қарап көрейікші. Киіз басу жұмыстары алдымен арнайы жүн дайындаудан басталады. Әдетте қойды қырқып күзем жүнін алған. Жүнді бірнеше рет әртүрлі тәсілден өткізген. Алдымен қоқымынан тазарту үшін жүнді сабаған. Содан соң сілкі қосылған жылы суда жуған. Бұл тәсіл жүн тазарғанша бірнеше рет қайталанып отырған. Артынан жүнді таза жылы сумен шайқап, бұрамай, ақырын сығып алғанда шиеден тоқылған төсеніштердің бетіне жұқалап жайып, күн сәулесі астына кептіруге қойған. Кепкен жүнді тері толақ үстіне салып, тобылғы салбаумен бабымен сабаған. Сонда жүн үлпілдеп көтеріліп тазара түсетін. Киіз басу жұмысына жүннің табиғи түсінде боялған түстерді де пайдаланған. Шеберлер түстерді ою-өрнек салуға қолдана отырып, кереғар түстерді де, ұқсас түстердің де түр-түсінің көркемдік үйлесімін таба білген. Боялып болған жүнді суға шайқап жуып, сорғытып кептірген. Табиғи бояуды бұрындары өсімдіктердің жапырақтарынан, қабықтарынан алған. Бояудың беріктігін сақтау үшін оған тұз қосқан ыстық суды тұзбен араластырып, жүн мен оюды бір-біріне байланыстыру үшін тұзды қазанға ысытып, үстіне құйса, жүн бірігеді. Жүн мен оюды білектетіп біріктіреді. Білектеудің тағы бір пайдасы бұл киіздің бас аяғын біріктіру. Ораулы шиде тебілген текемет немесе қара киіз басу бос болады. Оны шебер әйелдердің білегі одан әрі ширатып, тығыздап пісіреді. Білекті әйелдердің қолына шыққан текемет тығыз келеді деген сөз бар. Жалпы қазақтың қолөнерінде ырым-тыйым көп. Текеметтің төрінде тоссын, қара ала киіз бала-шағаңның табанында тесілсін деген тілеу бар. Балалар, көгілдір экраннан не көрдік? Текемет. Олай болса қарайық. Текемет деген жауаптарың дұрыс болса, көрейік. Дұрыс па екен? Иә. Иә, дұрыс айтасыңдар. Ал осы текемет қалай жасалады? Соны өз сөздерімен айтуға айтып көрейікші, кәне. Кім шығамын дейді? Келе ғой алдияр. Тезірек жұмылаймыз, кәне. Тамаша. Қой үй жануары. Дұрыс айтасың, келіп асығыңды ала ғой. Келесі. Тағы кім шығамын дейді? Келеміз балалар. Бәріміз, кәне. Бәріміз қатысып отырайық. Күзде, көктемде қойдың жүнін қырқады. Тамаша, жауабың дұрыс. Тағы да кім шығады? Мариям, келе ғой. Кет. Жүнді жылы суға жуады. Тамаша, дұрыс жауабың. Асығыңды ала ғой. Мына сөйлемді кім айтпақшы? Келе ғой Ануар, кел. Шапшаң қимылдаймыз балалар. Әжелер жүнді шыбықпен Не істейді?
істейді балалар? Сабақ тазалайды. Сабақ тазалайды. Өзі айтты, келе ғой, кел, дұрыс жауабың. Тағы кім шығамын дейді? Кім шығам дейді? Келе ғой, Ернар. Әркім өз асығын алып, жауапты толық жауап айтуға тырысамыз балалар. Тазашымды Не істейді? жұмысымен дұрысты текеметті жасайды. Я, дұрыс айтасың балалар. Қалай толық болды? Жауап болды. Келе ғой, асығыңды ала ғой. Балалар, осы текеметті енді біз өзіміз жасаймыз. Ол үшін құрақ көрпенің үстіне отырайық балалар. Балалар, мынау алдымыздағы ақ мата. Осы ақ матаның пішіні қандай? Геометриялық пішіні қандай? Түкті бұрыш. Тік төртбұрыш. Көлемі қандай? Үлкен бе, кішкентай ма? Үлкен. Көлемі қандай? Осы үлкен. Ал мен бөліктерге бөлдім. Қанша бөлік шықты? Алты түкті бұрыштан Қанша бөлік болды? Алты бөлік кішкентай тік төртбұрыштар пайда болды. Солай ма? Балалар, ендеше кеңістікті дұрыс бағдарлап, осы текеметті қазір әркім өзі жасауға тырысамыз. Әркім өзі сәндейді. Ол үшін текеметтің ортасынан бастап сәндеуді бастаймыз. Оң жақ жоғары бұрышы, оң жақ, сол жақ төменгі, оң жақ төменгі бұрыштары және оң жақ, сол жақ жиегі, жоғарғы, төменгі жиегін әшекейлейміз. Түсінікті ме? Қане көрейік, өзіміз текемет жасап көрейік. Қандай керемет, әсем оюларды әдемілеп қоюға тырысайық балалар. Текемет жасадық. Қандай әдемі, керемет әдемі,
оюларыңыз сәнді көрініп тұр балалар. Енді маған айтыңдаршы, Ануар, айтып жіберші, Ануар сенің текеметіңнің ортасында қандай өрнек? Бота көз. Толық қалай айтасың кәне? Толық жауап. Бота көз. Бота көз. Несі бар? Ою, я? Бота көз оюының оң жағында қандай ою? Ануар, қандай ою бар дағы? Қандай ою балалар? Сынық мүйіз, дұрыс айтасыңдар. Және түйе өрке. Дұрыс айтасың. Ануар, сенің өрнегің қандай ортадағы? Алдияр, ал сенің өрнегің қандай ортада? Түйе табан. Дұрыс айтасың. Түйе табан ою өрнегінің жан жақтарында қандай ою айтып жіберші? Қызғалдақ, дұрыс айтасың. Қызғалдақтың оң жағында қандай ою? Тамаша. Ал Раяна, сенің ою текеметіңнің ортасында қандай ою? Бота көз. Бота көз. Ал бота көздің астында, төменгі жағында қандай ою тұр? Құсқанасы. Дұрыс айтасың. Балалар, естеріңде ме? Біз осы ою өрнектерді өткен кезде ою өрнектердің сырлары туралы сипаттаулар жаттаған болатынбыз. Кімнің есінде? Кім айтқысы келеді? Ал Раян айтып жүре ғой. Түйе табан түйенің басқан үзік ойнайтын табанына қыз екі жарты сопақша дөңгеленіп кететін ою өрнек. Бұл өрнек ұзақ сапарға жолшы жүретін адамға қайсарлық тілеп, арман тілегіне қол жеткізіп береді. Өрнек, тамаша айтып бердің. Тағы кім айтам дейді? Тағы да кім айтам дейді? Мариям айта қойшы. Әр өрнектің астарында мағына болады. Қошқар мүйіз оюын алып қарайтын болсақ, ол байлықпен мұрыштықтың ғана белгісі емес. Одан 5-6 кескінді көреміз. Және қошқар мүйіздің қосағанымен онда пирамида, ұлытауға шығу, ұлытаудан түсу, өмір ағашы бар. Тамаша, дұрыс айта білдіңдер. Балалар, енді мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Кезікті бір жануар, үстіндегі тауы бар. Мойны ұзын, ал көз үлкен. Бұл не? Өзің тауы бар. Кім айтады? Алдияр айтып жүре ғой. Түйе үй жануарына ұқсайтын осы жерде ой өрнек бар ма? Тамаша. Түйе өркеш, бота көз. Қандай? Бота көз. Түйе табан, түйе өркеш. Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Ал балалар, мен мынадай жұмбақ айтқым келіп тұр сендерге. Секептеп тұрмайды, сөйледен құртылмайды. Ол не? Ол кім айтады? Айта ғой. Қарлығаш. Дұрыс айтасың, сауысқан. Ол неге жатады? Ол не істейді? Я құртылайды. Қалай келеді? Ұшып келеді. Оған ұқсайтын ойы бар ма? Құсқанат ойы екен, дұрыс айтасың. Қаз мойын, кеудесін көтеріп, қайқаңдап жүретін ол қандай? Құс. Қаз. Ал балалар, қазға ұқсайтын ойы бар ма осы жерде? Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Балалар, сендер керемет айта білдіңдер, сәйкестендіріп айта білдіңдер. Енді осы ою өрнектерді қимыл қозғалыспен көрсете аламыз ба? Қошқар мүйіз оюы, әшекейді сәні ол, бота көз оюы, түйенің көзі секілді, түйе табандағы бар, шобат сосын қандыра, қаз мойынын қазақтың, иеледі майысып,
Тамаша. Енді біздің келесі тапсырмамыз оюлар сыйқығы деген ойын ойнаймыз. Ойнағымыз келе ме? Иә. Ол үшін қазір мен отырамыз орнымызға отыра қояйық. Асықтарыңды таратып береді апай. Балалар, тақтаға қараңдаршы. Тақтаға қарайықшы. Қазір біз осы өрнектермен ауызша есептер құрастырамыз. Ортасында үлкен құс қанаты. Не құс қанаты? Ортасында үлкен құс қанаты. Оюы бар. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, ендеше менің сұрағыма жауап беріп көріңдерші. Мен сендерге есеп айтам. Ал тыңдай. Мына суретте аққулар бейнеленген деп айтыңдар. Аққулар бейнеленген. Қанша аққу? 8. Қол көтеріп, кім айтады? Қанша аққу екен? Айта ғой. 8. Барлығы? Барлығы 8. 8 аққу. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, тағы бір есеп айтамын. Оң жақтағы 2 аққу айдың көлді аңсап ұшып кетті. Қанша аққу қалды? Айта қоятылар. Қанша аққу қалды? Қанша аққу қалды? Кім айтады? 6 аққу қалды. Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Ал балалар, тағы бір есеп айтайыншы. Жоғары жақтағы аққулар оларды айдынға ұшып кетті. 4 аққу. Қанша аққу қалды? 2. Жоғарғы аққулар, жоғары жақтағы аққулар. Қалай толық сөйлемейді? Өрнекте 4 аққу қалды. Тамаша, асығыңды ала қой. Жақсы жауап. Өрнекте 4. Ануар ала қой асығыңды. Келесі Ернар ала қой асығыңды. Балалар, осындай өрнек керемет, ғажайып өрнектермен өздерің бір-біріңе есеп құрастырып көріңдерші. Кім келем дейді? Кел. Мариям, кел. Ал Мариямның есебін мұқият тыңдайық. Кім есеп шығарады, өз асығын алып, ұпай жинайды. Айта ғой. Бұл суретте қошқар мүйіз оюы, ортасында құс қанатты оюы бар. 4 түлкі орманға кетті. Қанша түлкі қалды? Қанша түлкі қалды балалар? Кім айтады? 4 түлкі қалды. Ануар шыдамай кетті ме? 4 түлкі дұрыс па, Мариям? Тамаша, келе ғой асығыңдан. Тағы келесі есебіңді айта ғой. Келесі есепті айтшы, тағы бір есеп айтшы. Оң жағында 4 түлкі, сол жағында 4 түлкі. Барлығы қанша түлкі? Барлығы 8 түлкі. Дұрыс айтасың. Тағы бір есеп ойлашы, қызықты есеп айтасың. 8 түлкі болу еді, бұларға тағы да 2 бәріңе асып берем. Отыра ғой, тамаша. Келесі мына есепті шығаруға кім шығады екен? Келесі кім келеді? Кім келеді? Ал келеміз. Осы есепті тамаша шығарайық, кәне. Балалар, көріңіздер. Мұқият тыңдаймыз, балалар. Мен ішінде ма? Бұрыштағанда көгершіндер отырды. Ортасында қошқар мүйіз оюы бар. Ал есеп айтшы, достарым. Барлығы қанша көгершін? Барлығы қанша көгершін? Барлығы 8 көгершін. Ал бір есебіңді айтшы, қызықты екен есебің. Жоғары жағында 4 көгершін аспанға қалықтап ұшып кетті. Балалар, қанша көгершін? Тамаша, отыра ғой. Асықтарыңды алыңдар. Асық кім алады, ала ғой. Тезірек қимылдаймыз. Асық аламыз.
Балалар, бізде өрнектер көп балалар. Қараңдар, бұл өрнектерді топқа барып, әрі қарай жалғастырамыз. Түсіндіңдер ме? Қараңдаршы, мынау тамаша өрнектерді топта есеп шығарамыз. Келістік пе? Балалар, бүгін керемет оқу қызметінде сендерге не үйрендіңдер сендер? Не ұнады? Маған ұнады жабыстыру. Маған текемет жасаған ұнады. Тағы не ұнады? Алдиярте? Дұрыс айтасың. Маған қойдың жүнінен текемет жасаған ұнады. Және есеп шығаруға ұнады. Тамаша, келесі. Маған оюлармен жабыстыру, күлкілермен текемет жасаған. Және? Қойдың жүнінен текемет жасау, сиқырлы ойыны. Тамаша, сиқырлы ойынады. Айта ғой, кәне. Анылар айта ғой. Жануармен, ойылармен есеп шығару ұнады. Тағы да текемет жасаған ұнады. Дұрыс айтасың. Ал, Анылар, Еннар айта ғой. Не ұнады саған? Маған ұнады текемет жасаған. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бүгін сендер маған бәрін тамаша есептер шығарғандарың ұнады, тәртіптерің ұнады, өздеріңе асық жинап, бір-біріңе ауызша есептер, мынау керемет, ғажайып ой-өрнектермен есептер құрастырғандарың ұнады. Және керемет, әсем, әдемі, үлкен, текемет жасағандарың ұнады. Мына сиқырлы ой-өрнектермен осының ішін танып, одан бір-біріңе есептер құрастырғаның ұнады. Барлығы тамаша. Ал кәнекей, асықтарыңыз санайықшы. Кімде көп асық? Кімде көп асық? Жеңімпаздар кім? Мария? Орнынан тұрыңдар. Балалар, қошеметтейікші достарымызды. Орнымыздан тұрайық. Қонақтармен қоштасайық. Сау болыңыз, құрметті қонақтар. Асығымызды алайық. Орнымызға Өткен ғасырлар үніне құлақ түрсек, біздің ата-бабаларымыз ағаштан, мүйізден, тастан, малдың терісінен және де саз балшықтан үн шығаруға болатынын біліп, музыкалық аспаптар жасаған. Ендеше бүгін біз саз сырнайдың шығу тарихымен танысайық. Аспаптардың отауын таныстырып қояйық,
келе қой. Алма кетті домалап, күші болып аралап, кім алманы табарды, сол ойында бір Adela sen basılmasın. Bir digenim bilsek, yedi digenim gelim, üç digenim ömür, dört digenim tüzüm, beş digenim bakır, altı digenim akıl, yedi digenim жалау, sekiz digenim sözüm, dokuz digenim toxtam, on digenim unutam. Балалар, мен сіздерді іздеуге шықтым. Аша, мен сені таптым шыққайын. Ой, не, ашып көрейікші. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе ата. Мен тарихи жәдігер, отырардың топырағынан күйдіріліп жасалған нағыз қас шебердің қолынан шыққанмын. Сендер қорқпаңдар қарақтарым. Сіз сиқырлы құмырасыз да? Жоға, қайдағы сиқырлы, жай әшейін көне құмырамын. Олай болса, сіз сынайдың білетін боласыз. Әрине білемін, тыңдаңдар қарақтарым. Ертеде баяғы бір заманда Асан деген бала болыпты. Ол күнде өзінің ауылының қойларын бағады екен. Сөйтіп жүріп күн көріпті. Бір күні қойды өзен жағасына жаяды. Сол күні күн өте ыстық болады. Асан қатты шөлдеп, торсығына құйып алып шыққан суын ішеді. Бір кезде қолынан торсығы түсіп кетеді де, суы жерге төгіледі. Ол жердің топырағы сазды екен. Асан жерге отыра қалып, су араласқан сазды қолмен ұстап уқалап, ұзақ уақыт отырады. Қолы талған соң, оны тастың үстіне қойып, кептіреді де қалтасына салады. Сөйтіп отырғанда, қойды ауылға апаратын уақыт болады. Асқар, сәлем! Сәлем! Асан, мынау не? Өзі қазір жұмыртқасына ұқсайды екен. Өзім де білмеймін. Бағана қой бағып жүріп, осындай сопақса нәрсе жасап көріп, тым осындай болып шықты. Кәне маған Асқар көмектесші, мен бұдан ерекше аспап жасағым келіп отыр. Онда оны отқа қыздырайық. Әкемден көргендерім бақ. Ол кейбір аспаптарды отқа қыздырып мықты болады. Кеттік. Сөйтіп Асан мен Асқар сазды отқа қыздырады. Қыздырып болған соң әр жерінен тесіктер жасайды. Ол әдемірек болу үшін жиектеріне ою салады. Екеуі түні бойы еңбектеніп, таң ата үйіне қайтады. Таңертең Асқар ұйқыдан тұрып қараса, Асан балшықтан жасалған әдемі аспапты үрлеп тартып отыр екен. Әр үрлеген сайын әсем әуендер шығады. Сөйтіп оны барлық ауыл адамдары көріп таңданады. Өз жасаған туындысына Асан саздан туған Сазсырнай деген атау береді. Себебі саздан жасалғандықтан. Осылайша Сазсырнай дүниеге келген екен. Міне қарақтарым, барып тарихы осы. Сендер де біліп жүріңдер, жарай ма? Ендеше сау болыңдар. Сау болыңыз. Қыздар, сендер не көрдіңдер? Не жасады жаңа? Сазсырнай жасады. Ал сендер енді жасап көргілерің келе ме? Иә. Ендеше қазір Сазсырнай жасайық. Жүріңдер киіп.
Қандай саз? Саз? Саз балшық, иә? Саз сырнайдың атауының өзі саз сырнай дейді. Яғни ол саз балшықтан жасалынған екен. Көрдіңдер ме? Өзі жұмыртқа тәріздес екен. Аға, қалай жасап жатсыз, айтып беріңізші. Бұл саз сырнай деген өнер туындысы ғой, бір жағынан шеберлер жасайтын. Негізі бұны атам заманнан қазақ осыны пайдаланған. Көбінесе мынау адам көңілін көтеру үшін бір мезгіл жаңағы саз сырнай тартып, қой бағып, және де бақсылар кәдімгі өздерінің кәсіби жұмыстарына пайдаланған дейді. Содан бұл енді Қазақстанда дами бастағаны соңғы кездері 60-шы жылдары Болат Сарыбаев деген ағамыз саз сырнайдың ұқсас отырған түбінен осындай саздан құрал тауып соны дамытып дыбысын шығарып бізге ұсынды. Енді біздің міндетіміз өскелең жас балаларға осыны үйрету. Өнер жалғастығы дейді. Сондықтан да қазір біздің жасап жатқанымыз саз сырнайдың өзі көп түрде болады. Қырық шақты түрі бар. Мынау балаларға арналған оңай түрі. Сықырғыш саз сырнай дейді. Акарина саз сырнай дейді. Бұның ешқандай айырмашылығы жоқ. Негізгі оригинальный саз сырнай мынау. Просто бұған мынандай шүмек жалғап қойғанбыз. Мынадан ойнау қиын. Бұған енді біраз көп дайындық керек. Деп ойнайды. Керемет, тамаша, иә, үні, иә? Неге ұқсайды үні балалар? Неге ұқсайды? Жануарлардың дыбысын да салуға болады, иә? Қасқырдың үнін салуға болады. Жалпы бұл саз балшықтында баланың баланың қол моторикасының дамуына да өте көп септігін тигізеді. Әрине бұл адамға демалыс береді. Қазір біз жасағанымыздың міне дыбысын шығардық. Қандай керемет, қандай дыбыс шығарып көрінеді. Қазір мен сіздердің тәрбиелеушілеріңізге дыбыс шығаруын үйреттім. Енді болашақта тәрбиешілер сіздерге осыны саз сырнайды жасауды асықпай үйретеді, күнделікті. Сондықтан да саз сырнай ойнайсыңдар. Рахмет аға. Ғазиз аға, сізге көп рахмет. Сіздің саз сырнайларыңыз көтеріп көрсетіңіз. Тамаша. Тесіктер қалды енді? Жақсы, рахмет аға. Жалпы біздің мақсатымыз жан-жақты дамыған, сыни көзқарасы қалыптасқан, адамгершілік құндылықтарына бай, рухани бай, ізгілік пен шыдамдылығы бар, көркем мінезді баланы тәрбиелеу, шығармашылыққа бейім баланы тәрбиелеу. Яғни осындай шығармашыл баланы тәрбиелеу үшін біздің педагогтарымыздың да шығармашылық шыңдалуы қажет. Олай болатын болса, педагогикалық рингті ашық деп жариялаймыз. Бұл рингтің ережесі жас мамандар екі топқа бөлінді, ізгілік және даналық командасы. Екі топ сұраққа дәл нақты жауап береміз, шапшаң жауап береміз. Дұрыс нақты жауап берілген жағдайда алдарыңызда тұрған қоржыннан бір-бір ұпайдан алып, бір-бір асықтан алып, ұпай санын жинайсыздар. Ұпай санына байланысты жеңімпаз топты анықтаймыз. Яғни 5 бөлімнен тұрады сайысымыз. Бірінші бөлімі рухани тәрбие әлемінің мақсаты мен міндеті, қазақ оюының сыры, халық даналығы және толық адам моделін құрастыру. Олай болатын болса, бірінші сайысқа көшемізде. Жалпы рухани тәрбие әлеміне қыздар, баланы қай жастан бастап тәрбиелейміз? Ізгілік тобы. Ол отбасында 7 жастан басталып, балабақша мен мектепте жалғастырылады. Өте тамаша. Олай болатын болса, рухани тәрбие әлемінің мақсаты мен міндеті қандай екен? Ізгілік тобы. Ол отбасында жомарттық пен ізгілікке тәрбиелейді. Өте тамаша. Шарт бойынша алма-кезек жауап беруімізге болады. Даналық тобы. Сыпайылыққа, ізеттікке тәрбиелейді. Сыпайылыққа, ізеттікке, ата-анамды, құрбы-достарымды, туыстарымды жақсы көруге тәрбиелейді. Өте тамаша. Жақсылық жасауға асығып жасауға асығып тұруымыз қажет екен, иә? жаңа ғана отаны және табиғатты
ойлауға тәрбиелейді. Жақсы. Табиғат пен жануарларды қоршаған ортада Аялау, иә, қамқор болу жан-жануарларыңызға өте тамаша. Келесі бөлім, екі командада дұрыс жауап берді деймін. Бір-бір асықтан алып, ұпай санын бастасаңыздар болады. Қазақ оюының сыры. Яғни бұл сайыстың шарты бойынша ізгілік тобы, ересек тобында өтетін оюларды, даналық тобы, мектеп алды даярлық тобында қандай оюлар өтіледі. Соның бірін қазір маған сызып, түсіндіріп, сіздер балаларға оны қалай түсіндіресіздер. Яғни өз тәжірибелеріңізбен бөлісесіздер. Сіздерге 1 минут уақыт беріледі. 1 минуттың ішінде оюды дайындап үлгерулеріңіз қажет. Ізгілік тобы, ересек тобында өтілетін оюлар, даналық тобы, мектеп алды даярлық топтарында өтілетін оюды жасаймыз. Жалпы қазақ халқы ою өрнекке өте бай болған. Қазақ халқында 200-ден астам оюдың түрлері бар. Мектеп алды мекемелерінде, мектепке дейінгі мекемелерде 35-ке жуық оюдың түрімен таныстырады екенбіз. Оюлардың сыры өте тереңде. Оюларды біз үй жиһаздарында, киім-кешек, қыздардың жиһаздарын дайындағанда көптеп пайдаланып отырғанбыз. Өте тамаша, мектеп алды даярлық тобы түйе табан оюын дайындап жатыр екен. Ізгілік тобы шапшаңдатамыз, уақытымыз санаулы. Ізгілік тобы қошқар мүйіз оюын дайындап жатқан қылды. Өте тамаша, даналық тобы шапшаңдық танытты. Қорғасаңыздар болады, оюдың түрімен таныстырып. Жалпы мектеп алды даярлық топтарда қаз мойын, түйе өркеш, түйе табан, құс қанаты сияқты ою өрнектермен біз таныстырамыз. Соның ішінде бүгін біз түйе табан оюын жасадық. Түйе табан оюын біз балаларға түсіндірмес бұрын қандай мағына береді, қалай пайда болды, соның барлығын таныстырып өтеміз. Түйе табан деп аталу себебі бұрынғы кезде мал шаруашылығында түйенің әрбір басқан жерден із қалып отырған. Сол із тура осындай түйе табан сияқты ою болған. Сондықтан оны алыс сапарға шыққан кезде жолаушыны асыл мұратына тез аман есен жетіп алу мақсатында сыйлап отырған екен. Және де біз түйе табанды түсіндірген кезде балаларға біз бірінші түйенің табанынан қалған ізді көрсету арқылы түсіндіріп, таныстырып өтеміз. Және де бұл түйе табан оюы 2 жартылай сопақшадан құралған. Біз оны тек оқу қызметтерінде қана емес, бой сергіту жаттығуларында да көрсетіп, балаларды оқу қызметінің тақырыбымызды бекітіп отырамыз. Өте жақсы. Ізгілік тобы дайын болсақ, өз оюларыңызбен таныстыра қойыңыздар. Ересек топтарда ботагөз, қызғалдақ, гүл, толқын секілді оюлармен таныстыратын боламыз. Біз қазір сіздерге қошқар мүйізін таныстырсақ, ең алғашқыда мен өз тәжірибемде балаларға қошқар мүйіз ойын түсіндірмес бұрын оқу қызметінің басында осы қошқар мүйіз туралы бір шумақты өлең оқып кетемін. Қазақта бір ою бар, қошқар мүйіз, орын алған тұрағы көрпе киіз. Шеберлер осы оюмен өрнектесе, құлпырып көз тартады оюымыз. Деп сабақ оқу қызметінің басында қошқар мүйіз туралы бір шумақ өлең айтып кетем. Және балаларға қошқар мүйіздің қалай пайда болған және қошқар мүйізіне ұқсайтын болғандықтан қошқар мүйіз деп аталғандығы туралы айтып, түсіндіріп, көрсетіп өтемін. Және түсіндіріп, көрсетіп қана қоймай, балаларға оқу қызметі барысында сергіту сәтінде білімдерін бекітіп отырамын. Мысалы, осы қошқар мүйіз туралы сергіту сәтін айтып өтетін болсам, ауада сіздің оюды, қошқарымның мүйізін топ-топ басып аяқпен оюларын киіздің деген секілді осы қошқар мүйізге арналған сергіту сәттерін балалармен қайталап білімдерін бекітіп отырамыз. Өте тамаша. Ізгілік тобы өте жақсы жауап берді. 2 асық алсаңыздар болады. Даналық тобы сіздерге 1 асық ұпайларыңызға. Өте тамаша. Келесі сайысымыз халық даналығы. Яғни бұл сайыстың шарты бойынша мына экран алдында сіздерге түрлі суреттер шығады. Сол суреттерге байланысты қазақ халқының нақыл сөздерін, әдет-ғұрыптарын, мақал-мәтелдерін айтуларыңызға болады. Қанеки бастаймыз? Мен боламын десем
болам десең бесігіңді те. Тамаша. Бесіктен танылады. Ана бір қолмен әлемді тербетсе, бір қолмен бесікті тербетсе. Бесікті тербетсе. Аяуда тәрбие тал бесіктен басталады. Тәрбие тал бесіктен. Дәл нақты жауап береміз. Ананы ауыр сөз айтпа, атана ауыр жүк атпа. Жарайсыз да? Өз елің алтын бесік. Өз елің алтын бесігің. Атасыз үй батасыз, анасыз үй панасыз. Өте тамаша. Толықтырамыз ба даналық тобы? Төрінде бесік тұрса, төреде басын иеді. Тамаша. Бесіктен танылады. Ер бесіктен танылады. Не деген даналық сөздер? Келесі суретті ауыстыра қойыңыз. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Сылдырмақпен белгі беріп отырамыз. Атадан қалған мұра балаға аманат. Өте жақсы. Келесі. Аталы баланың сөз ойнайды, атасыз баланың көз ойнайды. Жақсы. Атаға баланың адалдығы жоқ. Тамаша. Атадан жақсы бала туса, қар үстінде от жанар, атадан жақсы жаман ұл туса, ат үстінде ит қабар. Тамаша. Ата тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без деген тамаша сөздеріміз бар. Келесі. Өнер алды қызыл тіл. Өнер алды қызыл тіл. Өнерлі өзге жүзеді. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде. Тамаша. Өнерге есік аш. Өнер жастан шығады, асыл тастан шығады дейміз. Келесі. Не? Ата, бала, немере. Суреті бейнеленген қандай? Атадан бата алмай ұл болмас, онадан үлгі алмай би болмас. Тамаша. Ата балаға сыншы. Ата балаға сыншы. Өте орынды. Атаның көңілі балада, баланың көңілі далада. Жақсы. Ізгілік тобы. Белсенділік танытамыз. Атадан мал қалғанша тал қалсын. Атадан мал қалғанша тал қалсын. Қандай керемет айтылған сөздер. Ананың сүті бой өсіреді, Атаның сөзі ой өсіреді. Тамаша. Келесі суретті көрсете қойыңыз. Отбасы Ошақ қасы. Отбасы ошақ қасы. Тамаша. Отбасы қуат, отан қуат, отбасы шуақ. Отан достық. Отбасы сыйы сыйластық, достықтың сыйы қимастық. Қимастық. Тамаша. Даналық тобы. Жақсының басына үс түссе, отбасына білдірмейді, жаманның басына үс түссе, отбасы күлдірмейді. Қонақ асыңа емес, қас қабығына риза. Отбасында бас кетсе, қазаннан ас кетеді. Сайына қарай саласы, әкесіне қарай баласы. Тамаша. Даналық тобы қалыспаймыз, кәнеке белсендірек. Анасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар. Өте тамаша. Әкесі тұрып ұл сөйлесе, ер жеткені, анасы тұрып қыз сөйлесе, бой жеткені. Бой жеткені. Тамаша. Әке көрген ол жонар, шеше көрген топ ішер. Дұрыс. Келесі слайдты ауыстыра қойыңыз. Оқу білім бұлағы, білім ұша. Тамаша. Білім инемен құдық қазғандай. Білім инемен құдық қазғандай. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Білімді мыңды жығады. Яғни шарты қазір экранға даналарымыздың ілімдері шығады. Қай дананың ілімі екенін, қандай негізін айтып отырасыздар, неге негізделген. Келесі слайдты біл. Бала өсіргін келсе дана жүретті, қатты ұста үйрет, білім ізетті. Кім айтқан екен бұны? Жүсіп баласағының ізгілі білімі, мұнда рухани даму туралы айтылсын. Рухани даму туралы, рухани байлығымыз туралы айтылған, Тамаша. Келесі. Бала өсіргін келсе дана жүректі, қатты ұста үйрет, білім ізетті. Қайталанып тұр келесіні. Келесі слайдты қоя қойыңыз. Халқыңа қызмет ет, ізгілерге ізет ет, жаны жайса жайсаңдарға құрмет ет дейді. Қожа Ахмет Яссауидің хал ілімі. Хал ілімі. Онда балаларды шыншылдыққа, әділдікке тәрбиелеу бойынша айтылып кетті. Адалдыққа тәрбиелеу, негізі. Дұрыс айтып отыр ма даналық тобы? Қосыламыз, келесі. Білімді болу деген жаңалық ашуға қабілетті болу. Әнекей, ізгілік тобы? Әл-Фарабидің қуатты ілімі, мұнда жақсы көркем мінезді қалыптастыруға негізделген. Яғни біздің толық адам деп отырғанымыздың өзі осы көркем мінез. Адамдар бір-бірімен несімен ерекшеленеді? Тек көркем мінезімен ғана ерекшеленеді екен. Келесі.
Үш ақ нәрсе адамның қасиеті дейді. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Бұл айта беретін кімнің сөзі? Абай Құнанбаевтың толық адам Бұл білімі. жерде адам бір-бірінен осы үш қасиет, яғни ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек арқылы ғана бір-бірінен ерекшеленеді. Осы құндылықтардың адам бойында болуын насихаттайды, иә? Тамаша. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады, ақыл тұл дейді. Адамның арызы бұнда арызданнан тәрбиенің бастауы ретінде негізделген. Қосыламыз ба, ізгілік тобы? Дұрыс айтып Арыздан болашақ ұрпағымыздың намысшыл, жауапты болуы, намысшы, адалдығы, мінезінің қайратты болғанын қалайды. Келесі, яғни бұл сайысымыздың қалай өтіп кеткенін байқамайда қалған сияқтымыз, өте талас тартысты өткен секілді. Бір-бір асықтан өз ұпайларыңызға қоссаңыздар болады. Келесі сайысымыз біздің толық адам моделін құрастыру. Яғни біз ұтымды пайдалану үшін уақытымызды бұл тапсырманы үй жұмысы ретінде үйге бергенбіз. Ізгілік тобы мен даналық тобы. Үй тапсырмасы дайын болса, ортаға шығып қорғаңыздар. Толық адам моделін сіздер қалай көресіздер? Ізгілік тобы, сөз сіздерге. Біз толық адам моделін ағаш ретінде бейнеледік. Ағаш ретіндегі бейнелеудегі себебіміз тамыры отбасы, діңі балабақша. Абай Құнанбаев атамыздың толық адам ілімінде айтылып кеткендей, нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүректі, яғни ақиқаттың ақ жолымен жүретін, сүйіспеншілікпен қызмет жасайтын, дұрыс әрекет жасай алатын, ішкі жан тыныштығы орнаған және ешкімге қиянат жасамайтын қасиеттер, бойында осы қасиеттерге толы адамды біз толық адам деп айтамыз. Рухани бай адамды толық адам деп айтады екенбіз. Тамаша. Келесі топ дайын болсаңыздар, даналық тобы. Яғни сіздер толық адамды мәуелі ағашқа бейнеледіңіздер. Біз толық адам деп күн бейнесін алдық. Неліктен күн бейнесін алдық? Біз толық адамды күн сияқты толықсып, жан-жағына жылу, мейірім, шапағатын шашып тұратын адам ғана толық адам деп есептейміз. Толық адамға біз ізденімпаз, шыншыл, қайырымды, мейірімді, сыни ойлай алатын және шығармашылық қабілеттері жоғары адамды ғана біз толық адам деп танимыз. Өте жақсы, рахмет. Олай болса, осымен біздің сайысымыз өз мәресіне жеткеніміз қылды. Кәнке асық санын санайықшы. Қай топ жеңіске жетті екен? Ізгілік тобы 6 асық, даналық тобы 5 асық. Тамаша, бір ғана асық айырмасымен ізгілік тобымыз жеңіске жетті. Шапалақ сіздердің құрметтеріңізге. Жалпы рухани тәрбие әлемі бойынша өткізілген педагогикалық рингіміз өз мәресіне жақсы жетті деп есептейміз. Бұл рингтің мақсаты жас мамандарымыздың педагогикалық шеберлігін, кәсіби біліктілігін шыңдап, арттырып, үнемі шығармашылық шабыт беріп отыруға өте жақсы. Аз уақыттың ішінде өз пікірлерін айта отырып, көптеген мағлұматтарға ие болды. Назарларыңызға рахмет.